Киік отының пайдалы әсері. Кең даланың кермек иісті керемет шөбі киік оты бүгінде азайып барады. Енді аз ғана жылдан кейін оның тұқымын да таппай қалуымыз ғажап емес. Жайылымдық жерлер азайған соң мал тұяғына тапталып, жоғалып бара жатқан дәрілік өсімдік дабыл қақтырарлықтай жағдайға жеткенімен, оған жіті назар аударылып отырған жоқ. Кеңес кезеңінде елімізде киік отының 7-8 түрі кездесетін, ал бүгінде оның 2-3 түрі ғана қалған. Негізінен киік оты апиындар тұқымдасына жататын өсімдіктердің бір туысы болып келеді. Бұрын көбіне шөлейтті аймақта өсетін өсімдік аз қалды. Бүгінде табиғи тозаңдану арқылы тау бөктерлеріне қоныс аударды. Киік отының негізгі түрлері салалы киік отының құрамында наркоздық зат болғандықтан, оны мал жемейді. Бірақ төрт түліктің тұяғына тапталғандықтан тұқымы да құрып барады. Шашыратқы киік оты Алтай мен Орта Азияның сары топырақты және тастақ беткейлерінде, шөлейт далаларында өседі. Малдың барлық түрі азық етеді. Киік оты өзінің әдемі иісімен және емдік қасиетімен өте құнды болып есептеледі. Медицинада киік отын жоғарғы тыныс жолдарының қабынуына қарсы қақырық түсіретін дәрі ретінде қолданады. Оның несеп жүргізетін, өт айдайтын, тамаққа тәбетті арттыратын қасиеттері бар. Киік отыдан жасалған тұнбаны асқазанның қышқылы кемігенде, ішектің жұмысы нашарлағанда, жүйке жүйесін тыныштандыратын дәрі ретінде, жалпы дененің қуаты кеміп, күші азайғанда қолданады. Бір сөзбен түйіндегенде, оның емдемейтін дерті жоқ. Мамыр айынан тамыз айына дейін гүлдейді. Оның жер үстіндегі бөлігін гүлдеген кезінде жинап алады. Бұл шөппен қоректенген малдың еті өте дәмді болады. Дәрілік шөп әсіресе қымыз баптаушыларға таптырмайтын компонент болып табылады. Гүлі түсіп, нағыз пісіп, толысқан шағында теріп алып, кептіріп, онымен қымыз баптайтын күбіні ыстайды. Сонда күбіге киік отының иісі сіңіп, онда дайындалған қымыз бал татиды. Сондай-ақ күбідегі қымызға киік отыны араластырып жіберуге де болады. Өкініштісі, қазіргі таңда киік отымен дайындалған қымыз жоқтың қасы. Ол шөпті тапқан адам ғана бал татитын қымыз дайындай алады. Яғни таудың ұшар басына шығатын сирек кездесетін алтын гүл сияқты таптырмай барады. Қызыл кітапқа да енгізілмеген. Өсімдік әлеміне жауапты Алматыдағы Ботаника институты бұл мәселеден шет қалып отыр. Медицинада киік отын жоғары тыныс жолдарының қабынуына қарсы қақырық түсіретін дәрі ретінде қолданады. Оның несеп жүргізетін, өт айдайтын, тамаққа тәбетті қоздыратын және басқа да қасиеттері бар. Киік отынан жасалған тұнбаны асқазанның қышқылы кемігенде және қан тоқтататын, жүйке жүйесін тыныштандыратын дәрі ретінде, ішектің жұмысы нашарлағанда, асқазанның тұсы түйнеп тұрғанда, жалпы дененің қуаты кеміп, күші азайғанда қолданады. Киік отымен бауыр ауруларында емдейді. Бас жиі ауыратын жағдайда оның тұнбасымен басты жуғанда пайдалы. Дене сыртындағы әртүрлі жарақаттарды, бөрткенді де емдеуге болады. Жүкті әйелдерді емдеу үшін киік отын қолдануға болмайды. Себебі бұл өсімдік ондай әйелдердің организміне қолайсыз әсер етеді. Киік отының спиртті тұнбасына мақтаны батырып алып, тіске қойса, ауырғаны лезде басылады. Күйе түспес үшін киік отын ұнтақтап киімдерге сеуіп қоюға да болады. Халық арасында жоғарғы тыныс жолдары қабынғанда киік отын тер шығаратын дәрі ретінде кеңінен қолданады. Дәріні дайындау және қолдану тәсілі. 15 грамм ұнтақталған өсімдікті бір стақан қайнап тұрған суға салып, 20 минут тұндырады да, бір қасықтан күніне 3 рет ішеді. Спиртті тұнбаны дайындау үшін 20 грамм ұнтақталған өсімдікті 100 мл спиртке қосып, 8-10 күн тұндырады да, 20 тамшыдан 3 реттен ішеді. Егер мынадай қоспалар жасаса, дәрінің тиімділігі арта түседі. Киік оты шөбінің бір бөлігін, өгей шөптің 2 бөлігін, дәрілік жалбыз тікеннің 2 бөлігін алып араластырады. Осы қоспаның 4 шай қасығын 2 стакан қайнап тұрған суға салып, 20 минут тұндырады.
Оны жарты стақаннан күніне 3 рет ішеді. Ендігі кезекте сіздерге Көкемарал хикаясын айта кетейін. Жарықтық киік оты деп отырушы еді марқұм нағашы әжем. Арқада киік оты аса қадірлі шөп. Киік оты дәру болмайтын дерттің түрі кем десе де болады. Қаны тасыған адам киік оты шайын демдеп ішсе, бірден қан қысымы қалпына келеді. Асқорту жүйесіне де баппен бұқтырылған киік оты шайы мыңда бір ем. Тері ауруымен ауыратындар киік отының бұлауына түссе, құлан таза айығады. Белсіз қалған еркек, төсектен суыған ұрғашы киік отының қымызын құрғатпай ішсе, құштарлығы оянып, құмары қайта қозады. Қалғанын барынша қысқаша баяндайын. Кино түсіріп жүргенде талай қызыққа кезігеміз, кенелеміз. Осы жолғы Ақсу-Жабағылыдағы қызығымыз киік отымен ысталған Иірсу мен Кемербұлақтың қымызы болды. Я, қымызды кім ішпейді, қызға кім сөз салмайды. Келісер келіспессіздер, Алматыда қымыз жоқ болса, Алматы базарларында сатылатын қымыздың дәрежесі шалаптан төмен. Әлқисса, сәуірдің соңы, мамырдың басында оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданының Ақсу-Жабағылы қорығының етегіне шатырымызды тігіп, шәпкімізді түзедік. Есімізді жидық, түсірілімге әзір болдық дегенім ғой. Айтары жоқ, тұмса табиғатын суреттеуге тіл жетпейтіндей ғажап сұлу өлке екен. Тура Арабиядан оқып келген молдекеңдер уағыздайтын жұмбақтың төріне топ ете қалғандай болдық. Биік, көркем таулар, аппақ қардан тағарадай сәлде ораған молдашыңдар. Сол таулардан жыландай ирелеңдеп, сарқырай аққан өзен сулар. Сауыры қызылды жасылды гүлмен көмкерілген қоян-жон жоталар. Әсіресе киік оты ырғын. Кешке жақынғы самалмен қышқылтым иісі танау жарғанда шерлі көкірегін күмбірлей жөнеледі. Хош, бір-екі күннен кейін жан-жақты шолуға кеткен жігіттер Менер судың баклашкасымен қымыз әкеле бастады. Алматы базарларының су қосқан сатқын қымыздан зәрезап болып қалған ғазез басым алғашқыда қомысына дәмін татқаным рас. Жоқ, су қосылмаған тәрізді, тіл үйіріп әкетіп барады. Киік отының дәмі. Сөйтсек, Түлкібас өңірі көбіні тек киік отымен ыстайды екен. Содан қаталап келген қымызқорлар үшін Құдай берді. Азын-аулақ сотышнайымызды кәнігі алқаштардай соңғы тиынына дейін қалдырмай қымызғы салатын болдық. Арқаның қымызына қарағанда таудың қымызы жуастау келеді. Дегенмен көңілге қонақы желік бітіруге жарап жатыр. Аз күнде көзіміз нұрланып, жүзімізге қан жүгіріп, кісі болып қалдық. Киік оты қосылған жұпарғымыз қанша ішсең де қан қысымын көтермейді. Қымызға бөгу алған адам шаршамайды. Жұмысты жапырып істейді. Әсіресе әрби сияқты сайыпқыран жігіттеріміз ат үстінде шайқақтап, үзеңгісін таралғысының түбінен үзіп жіберердей ширей керіп, жер баспай, айдынданып, асқақтап, аспандап, шығандап кетті. Күніне 5 ат болдыртады. Ұларбек ақының көзінен өлең оқитын күнге жеттік. Қайран алдияр қымызай, жарықтық киік отай деп қоямын іштей. Қырға шығып киік отымен бозгүл теріп кеткен кезімізде болды. Бажайлай байқасаң, туған елдің қырында өскен шөптің тамырынан сыр тартып, жапырағына жыр жазуға болады. Гүлінен сүйгеніңнің дидарын көресің. Киік оты да осындай қасиетті шөп. Енді осы жолы киік оты жайлы түйгендеріме келейін. Өткен жылы іні досым, тамаша қаламгер Қанағат Әбілқайыр ауылына апарып қонақ етті. Қырға шығып қымыз ішіп дегендей біраз шалқыдық. Тау үшін күңірентіп әнге бастық. Қанағатжанның да ауылы асқақ Алатаудың қойнауына, сұғына ірге тепкен берекелі-мерекелі ел екен. Айнала қарағайлы орман, құлпырған көк майсасы түркменнің түлкі кілеміндей. Кенет көзім көгілдір алаңқайға түскені. Жақындап барсам, о ғажап киік оты, мынау киік оты ғой десем, жергілікті албандар, жоқ, бұл Көкемарал деп бой бермейді. Сол сәт ақын Бақыт Беделханның 2000 жылдары жарық көрген Көкемарал деген пышақтың қырындай жып-жұқа жыр жинағы есіме түсіп кеткені. Бұдан кейін дауласып жату артық. Көкемарал болса Көкемарал болсын деп
әлгі киік отының бір талын жұлып алып, құныға иіскедім де төс қалтама сүңгіттім. Киік отының пайдалы әсері жөнінде қысқаша мәлімет алған боларсыздар. Видео ұнаған болса, лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Келесі видеоларда жүздескенше аман сау тұрыңыздар.